végvonat indul Gödöllőre 8 óra 35 perc. Венаға кетіп бара жатырмыз. 9-шы платформаға менің поездім келіп тоқтады. Мынандай поездбен барамыз. 2 сағат жарым жүреді екен. Маски, конечно, немножко неудобно, но посмотрим. Мен сіздерге маршрутым жөнінде айтып өтсем, әйтеуір Венаға жеттік. Венаның вокзалынан центрына дейін 30 минут жаяу жүруге болады екен. Сол жерден метроға да билет алуға болады. Бірақ мен билет алмайын деп шештім. Өзім центрға дейін жүріп келе жатырмын. Где-то жартысын жүрдім. Енді осы жерден қаланың орталығы басталып жатқан сияқты. Это на концертке, Моцарттың концертіне. Hello! Маска режимі әлі де сақтаулы екен. Қазір қаланың орталығына жеттім десем болады. Енді бір кішкене соң тағы да бір әдемі жерлерге жетемін. Вена мемлекеттік опера театры. Show for tonight, like La Noche di Figaro con Mozart, continues a little night music also for Mozart, quattro sessioni Vivaldi, Mozart, Don Giovanni, Roberto, Johann Strauss, Tosca, Puccini, La Traviata con Giuseppe, Gold Blue Danube, and Stravinsky March.
Герцена деген көрме мұражайының жанында отырмын. Жалғыз жүргеннің, жалғыз саяхаттағанның бір қолайсыз жағы, фотоға, видеоға түсіретін ешкім жоқ. Өзіңді өзің суретке түсіріп отырасың. Ресторан. Осындай лимонад таратып жатыр көшеде. Orşa ән. Ja, wir waren ja beide Fettingen im Loch. Смотрим этот кинотеатр. Say hi. Foto next. Yeah. Thank you. Достар, сәлем. Мен қазір Австрия астанасы Вена қаласындамын. Мінекей бір күн қыдырып, осы жақта жақсы уақыт өткіздім. Сіздерге әдемі видеолармен бөлісемін. Қазір тамақтануға келдік. Австрияның бір террасасына, ресторанына. Сол, мендегі жаңалық. Кешке Будапештке, үйге, елге қайтамын. Үйге апарар жол.